сәби келді ақ періштен кәлаған иіскеп еміреніп мейірленген туған анам періште сәби құлыным мен үшін бүгін ұлы күн қабылдап ана жылуын аман бол тағдырдың көрме тарлығын алдыңда нелер бар күнім мойның алып бар жүгін адам бол көзімнің нұры балам бұл әніме ыбырайдың жырын алам атыстар тілеп едім құбыладан нұр боп түсіп қалдың ау еліміз тыныш халқымыз аман тоқшылық заман өсіп өніп өркендей берсін еңбектің бәлесі құрысын ана кішкентайымыз елге белгілі халыққа дүниеге белгілі адам Allah taqala Jamil atamızın jasın versin. Amin. Sancarı atamızın başın versin. Amin. Allah taqala жақсылықпен берекелі тіршілігін сақтап, еліне пана болатын, қорған болатын Allah. Наркескен боп шығады нәрестемде Наркескен боп шығады белестерге Құлыным аман болсақ осы әнімді дуэт болып айтамыз сен өскенде айналайын ұлым менің түрен нұрым өзіңнен мақтанса екен шіркін ұлы далам балам 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 бала қайда маған атам көрмей тұрған кезде иіскеп алам Ес қаруы сай, жеті қазбаса түгел мықты азамат болсын. Оң аяғымызбен көрдік, оң аяғымызбен. Төре Мұхаммед Али деген жігіт қош келдің. Төре Мұхаммед Али деген жігіт келді. Иншалла. Осы көрсететініміздің шексіз шіркін-ай өмір қандай тамаша дүние кең балаша ойлап көңіл қаласа күлімде бақыттысың сен ай қарашып жанымның сарайын әуелетіп әнге салайын Қобылды құйқылы жұтып шырғағанда шарықтап түстік жерген ей даусым барсаны шіркін-ай өмір қандай тамаша күлімде өткен іске уайымдап бекер түңілме күлімде өткен іске уайымдап бекер түңілме
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Керемет, төре Мұхаммед Али, төре Ғалиұлы. Кәдімгі асын сызып айтатындай ерекше ат болыпты да. Так, көке, маған бір көрімдігін беріп қойайын. Мінекейіңіз. Алла берекесін берсін. Төре Ғалиға берейін. Ұзағынан сүйемесін. Алла қайырлы берекесін. Алланың қалауымен төре баламыздың артынан тағы да бір өмірге немереміз келді. Сол ел халықтың айтылған тілегіне рахмет айтам. Алла разы болсын. Бәріңізге жұғысты болсын деймін. 5-ші немерем өмірге келіп, соны перзент қанадан бүгін шығарып, Алланың қалауымен есімін қойдық. Төренердің есімін муфти келіп өзі қойған болатын. Төренерді үйге азан шатырып қойған. Енді осы жолы елге белгілі атағының ат үркейтін айтыскер ақын, үлкен елге, дінге қызмет етіп жүрген Мұхамеджан Тазабек інімді шақырып, арнайы ниет қылып, қазақ ырымшыл өзі ырым қылып, төре Мұхаммед Алидің атын қойдық бүгін. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب عزك الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبصمك من محمود الذي أعطى إنك لا تحلف الميعاد. Ey Rabbana Karim, жарылға жақсылық бер, бата дұға тілектерімізді қабыл ете көр. Сенің лаухул махфузда жазылған есімің төре Мұхаммед Али. Senin есімің төре Мұхаммед Али. Senin есімің төре Мұхаммед Али. Аллаху акбару кабир, алхамдулиллахи кафира ва субханаллахи ва букрату асилан. Ей Раббана Карим, сен уәде еткеніндей, әрбір пенденің есімінен алар үлесі бар. Төре Мұхаммед Алидің нағыз жігіттің төресі болатын жігіттерден қыла көр. Есіміне сәйкес Мұхаммед алейхиссаламның сүннетін сүйетін, жолымен жүретін, қияметте шапағатына ие болатын, дүниеде сол пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам жолымен жүріп, Алланың рахмында болатын құлдардан қыла көр. Хазіреті Әли секілді білімнің қақпасы қыла көр. Хазіреті Әли секілді жақсы адамның інісі, жақсы адамның күйеу баласы қыла көр. Хазіреті Әли секілді сондай бір ізгіліктердің бастауы қыла көр. Хазіреті Әли сияқты Фатима секілді сұлудың, көркем салиқалы жардың күйеуі қыла көр. Ей Раббана Карим, Төрел ағамыздың үйінде дүниеге келіп жатқан Төреғали бауырымыздың шаңырағын шаттыққа бөліп жатқан, нағашылары, ағалары, аталары, апалары келіп қуанышына сүйініп жатқан бүгінгі ізгілікті Алла ұзағынан сүйіндір. Тілден, көзден, қауіп, қатер, бәле, жаладан сақта. Мына заманымызда шайтан туындатып жатқан әртүрлі кесір-кесапаттан, аспаннан түсетін, жерден көтерілетін жамандықтардан қорғап пана бола көр. Жәндіктердің шағуынан, түннің кесірінен, әйелдердің фитнасынан, дүниенің фитнасынан, байлықтың фитнасынан сақтап қорғап, не берсең де қайырмен бер, бергеніңе береке бер. Рахымды, мейірімді Алла, Құр'анға жақын перзенттерден қыла көр. Құр'ан арқылы дәрежетін көтере көр. Құр'ан арқылы хидаят бер, Құр'аннан нұр бер, шапағат бер, Құр'аннан шифа бер, Құр'ан арқылы тура жол нәсіп ет.
Құранды көп оқитын, Құранды дұрыс оқитын, Құранды түсініп оқитын, Құрандағы қағидаларға амал болатын, Құранды өзгелерге жеткізетін, Құран қияметте шапағатшы болатын нағыз салихалы ізгілерден қыла көр. Атына заты сай болған пайғамбар Мұхаммед алейхиссалам сүннетіне сай, Аллаға серік қоспайтын, ла илаха илlallah қағидасына бекем, бір Аллаға қана құлшылық етіп, бір Алланың панасында болатын бақытты құлдардан қыла көр. Әке шешесін туф дегізбейтін нағыз ізгі перзенттерден қыла көр. Маңайына жақсы, әйелімен жақсы қарым-қатынас болатын, бала-шағаларына сондай ізгі әке болатын бір жақсы салихалы құлдардан қыла көр. Я рахымды мейірімді Алла, бізді құрметтеп шақырып, ат қойғызып, сондай азан айтқызып, дуа қылдырып жатқан Төрел ағамыздың дәрежесін, құрметін арттыр. Ей Робана Кәрім, ырысқы несібесін молайт, апам екеуінің, жеңгем екеуінің жақсылықтарын көбейт. Не берсеңде қайырмен бер, осы Алаштың айбоз сондай бір атақты белгілі азаматы болуын Алла өзің нәсіп ете көр. Радиту биллахи раббан, ва бил ислами динан, ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян. Субханаллахи ва бихамдихи, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк, би рахматика я архамар рахимин. Амин. Алла. Төле Мұхаммед Али құтты болсын. Ал Төле Мұхаммед Али құтты, қайырлы берекелі болсын. Ал ақсақал. Алла ұзағынан сүйінбесін. Алла ұзағынан. Сізге рахмет. Ал немереңізден Алла қуанышын болар болсын, жақсылығын берсін, айналайын, күріштәрін, жақсылықтарын бәрі жалғаса берсін. Сонда да сүйіп көргенде сен де сүйіпсің да, саған жетпей қалыпты. Соған қасында тұрған көмекшіңді маған жетпей қалыпты деп айтпасыңдар. Мынаған саған өзіңе ішінде машинаға қоятынмен көмекшіңді айтпасың. Төреш деген өзіңе машинаның ішінде себебі ол. Мынау енді үлкені, енді ондай жерге киесің ба, киемейсің ба білмеймін, төреш деген ракетаның суресі бар. Байқоңырдан біреу қасында өзің балаңа келіп өзің киіп жүресің. Жаңа кішкентай. Мынау шай кегінге. Ана құтты болсын. Үйге бәрін апарыңыз. Әңгіме ғып бүгінгі бәрі-бәрін ай, дүбірлеттік төкіңнің шаңырағын аюгай. Дүниеге әкеп төрештің келін шырағай, туғызуда ұлдардың алуанын аюгай. Жақсылықты басынан кеше берсін ай, ырысқыңыз уатөкі еселенсін аюгай. Жігіттің де төресі болып өсіп ай, алға қарай игілігі көше берсін аюгай. Бұл төкіңнің ұрпағы елді ұлықтабай, азамат боп шіркін-ай, өсе берсін аюгай. Ей, ағаларым-ай, ағаларым-ай, әулет жүгін көтерген қаранарым аюгай. Ей, қаранарым-ай, ағаларым-ай, ат қойғызып бауырыңды бағаладың аюгай. Өсіп өнген бұл төкің бай болса екен ай, төрт түлігі даңқына сай болса екен аюгай. Ұрпақтарың шығарып елдің атын ай, даңқты бір ұлдарға айналса екен аюгай. Мұхаммед деп есімін қойдық бүгін ай, пайғамбардың атына сай болса екен аюгай. Адал ризық жаратқан көптен бері бай, босағасы шіркін ай, май болса екен аюгай. Ей, төре жігіт ай, кемел жігіт ай, шықса екен ел сыйлар сенен жігіт аюгай. Жеті сайдан атасы
шауып келді ай, ақ батасын бәукеңнің тауып берді аюгай. Аталардың батасы бөлек шіркін ай, жастар жағы жасайды сауықтенді аюгай. Ей аталарым ай, апаларым ай, сиремесін шіркін ай, қатарларың аюгай. Ей аталарым ай, апаларым ай, бізге сыйлап кеттің небір ата-ананы аюгай. Көрдік бүгін думанның басталғанын ай, тебірден түбәм айттық жастар жанын аюгай. Үйіңізге би түсіп төрегөкі ай, жиылмасын бұл тойдан дастарханың аюгай. Ей ағаларым ай, бағаладым ай, жақсылықпен араласып араларым аюгай. Ей көкелерім ай, көкелерім ай, абыройыңды жырмен солай көтеремін аюгай. Құрметті ағайындар, бүгін біздің жанұямызда үлкен қуаныш. Біздің жиен баламыз Төре Мұхаммед Али Төреғалиұлы дүниеге келіп отыр. Төреғали мен Тоқымның 5-ші балалары. Бізге Аллаға сансыз шүкірліктер айтамыз. Осы баламызға аман есен қош келді. Елдің бес ауғы зор болсын. Біздің ата-анасына бәрімізге қызмет ететін жақсы еліне қамқор болатын азамат болсын. Батамен елге көреді дегенді бұрын біз енді бір мақал сияқты айтатынбыз, ол өмірдің өзі екен. Мына үлкен моллаларымыз айтады, сен дейді бір адамға дейді тілек тілеуден еш уақыт аузыңды босамасын. Неге? Себебі сен оған ғана емес өзіңе тілеп жатсың. Өйткені бір адам Алла деп тілек айта бастағанда Алла екі періште жібереді арқасынан. Сөйтіп мына тілегенің өзіңе еселеп болсын деп дұға тұрады. Сондықтан сен біреуге бір қой тілесең, періштелер саған екі қой тілеп тұрады. Біреуге бір бала тілесең, Алла саған періштелер жіберіп екі бала тілеп тұрады. Сондықтан елге бата қылу, тілек тілеу деген бұл айналып келгенде адамның өзіне еселеп қайтатын үлкен игілік екен. Бірінші нәрсе. Екінші, бата деген өзі батиқадан шығып отыр. Батиқа деген фатихадан шығып отыр. Мына түріктерде, араб халықтарында бір осында отырыс болып қалса әл-фатиха дейді. Бәрі іштерінен фатиханы оқып әумин деп бата қылады. Фатиха бұл Құранның анасы. Бұл Құранның ішіндегі ең барлық мағынаны қамтыған ұлы сүре ғой. Фатиханың басы Аллаға мақтаудан бастап, оның сипаттары, қиямет күні, тура жолдағылар кім, тозаққа түсетін кім, жәннатқа баратын кім, бәрін қамтыған сүре. Сондықтан жаңағы бата беру дегенде сол Аллаға мақтау айту, қияметті еске салу, бір-біріне жақсылық қалау, былайша айтқанда тура жолды, қате жолды айту деген сөз екен ғой бата деген қазақтың. Сондықтан осы бата алудың қандай формасы болса да жақсы. Мысалға біреу тұсау кесем десе мен барам. Мәселе ол ана тұсауда емес, ол тұсау шоу бизнестің элементі қызық үшін. Ана бала тоқ шекпен кеседі, ала жіппен кесіп жатады. Мәселе батада. Бата алудың бір поводы ол. Әйтпесе тұсау кесілмеген адамдар жүрмей қабатқан жоқ, тұсау кесілгеннің бәрі шауып кетіп жатқан жоқ. Бірақ мәселе неде? Мәселе сол жерде батаны алып, сол жерде тілек тілеп қалсақ, сол жолдашатында сол, жүргізетінде сол. Сол сияқты азан шақыру. Азан шақырғанда бала ең бірінші Алланың ұлықтаған есімін естісе дейді. Қаншалаған адамдар, мысалы жасы қартайғанша Құдайдың атын естімей өтіп жатыр ғой. Мысалы Армстронг деген америкалық космонавт аспанға ұшады. Сол жақтан неше түрлі дауыстарды естиді. Келеді, кейін барып бір араб еліне барып, Египет қой деймін. Сол жерде гостиницада жатқанда азан естиді. Таң ала көбінде. Балконға жүгіріп шығады, азан естиді. Мен мына дауысты космоста естігенмін. Сонда о бейшара сол Мысырға келіп ана азанды естігенге дейін азанды естімеген болып тұр ғой өмірінде. Көрдіңіз бе? Бақытсыздықтың бір түрі. Сөйтіп кейін ол ислам қабылдайды. Сонда мына жер бетінде жалғыз сөз бар екен, азан ғана космостан өтіп кетеді екен. Мысалға қазір біз кез келген дауысымыз бір белгілі бір децибел деңгейінде айтылып, белгілі бір қабатқа барғанда тоқтайды.
әсіресе 25 километр жерде аспан қабатынан ары қарай дауыс өтпейді екен. 25 километрден кейін ешбір дыбыс өтпейді екен ары қарай. Бірақ Құданың құдіреті бір-ақ дыбыс өтеді екен, ол азан екен. 25 километрдің ар жағына барсаң да жер бетіндегі азан естіліп тұрады екен. Алланы ұлықтаған. Сонда жаңағы космонавт Армстронг та мына біздің кеңістіктен арғы бетке өтіп азанды естіп тұр ғой. Сондықтан азан айтылған жерден шайтан азан естілмейтін жерге дейін қашады екен. Азанның дауысы естілмейтін жерге дейін қашады екен. Қайсы бір үйде 5 уақыт азан айтылып тұрса, мына азанда шайтандар қашса, келесі азанға дейін келіп үлгермейді екен. Сосын келесі азан, азан айтылған үйге жын шайтан дамыл ғой ештеңке жоламайды. Ол үйдің ішінде нұр болады, ол үйдің ішінде берекет болады, ол үйдің ішінде не тілесең тілегің қабыл болады екен. Сондықтан мына еркек адам үйдің ішінде енді намазды азансыз да оқи беруге болады, бірақ мүмкіндік болғанша азан айту керек. Ол үйдің берекесі, ол үйдің жақсылығы. Сондықтан мына балаға азан айтып құлағына, одан кейін атын айту, бұл бір пайғамбарымыз алейхиссаламның үйретіп кеткен, бізге сүннет қалдырып кеткен нәрсесі. Бабаларымыз да бұны осы күнге дейін сақтап келе жатыр, Құдайға шүкір. Алла осы бір табиғилығымыздан ажыратпас екен. Ақыр заман күн сайын жақындап келеді. Адамдардың мейірімі мен махаббаты әлсіреп бара жатыр. Есте сақтауымыз әлсіреп бара жатыр. Анализіміз әлсіреп бара жатыр. Біз ақпараттық қорытамайтын, ұмытшақ адамзатқа айналып бара жатырмыз. Жақсылықты тез ұмытатын жағдайға ұласып бара жатырмыз. Сондықтан соған қарамай, бүгін шынайы отырыс жасап жатсақ, Алла үй ішіңізге, құда жекжат, туыс туғаныңызға Алланың нұры жаусын. Алла береке берсін. Екі дүниенің ізгіге болсын. Рұқсат болса аға біз тұрайық, өз батамыз өзімізге. Я Рахман, Я Рахим, Я Ғафур, Я Ғафар, Я Зулжалал уәл Икрам, Я Хайю, Я Қайюм. Күнәларымызды кешір. Я Раббым Алла, өзіңнен басқа ешкімге мұқтаж етпе. Кендеге алақан жайдырма. Я Раббым, ырысқы несібемізді де, білімімізді де, қарым-қатынасымызды да, бізді қолдаушы жанашыр адамдарды да өзің туралы өзің реттей көр. Ей рахымды мейірімді Алла, әрбір жұтқан ауамызда, жұтқан тамшы суымызда саған мұқтажбыз. Сен жұтқызбай қойсаң тамағымызда бір тамшы су өтпей қалады. Сен жұтқызбай қойсаң бір жұтым ауа жұтамай қаламыз. Рахымды мейірімді Алла, біздерді дүниеде кеңшілікте қыла көр. Қабірде Раббың кім, дінің не, пайғамбарың кім деген сұрақтарға дайын болып жүріп, қабірге түскенде сол сұрақтардың жауабын беріп, қияметте сенің алдыңа жас баланың шашы ағарып кететіндей қасіретті күнде, қияметте сенің алдыңа барғанда құлым сені кешірдім деген сөзіңді естіп, жәннатқа кіріп бара жатқанда періштелердің алдыңнан қорықпа, артыңа уайымдама деген сөзін естіп, жәннатқа кіруді баршамызға Алла нәсіп етсін. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нар. Радиту биллахи раббан ва бил ислами динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям набиян рахматуллах. Ал өмірге келген кішкентай сәбиіміздің бауы берік болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Баршаңыздың құттықтауларыңызға үлкен рахмет. Бұл кішкентайдың есімін маған қою бұйырған екен. Негізі бірінші інім Төренұр өмірге келген кезде осы есімді қойғым келіп қатты ниет еттім. Бірақ атасының өзінің ойлап жүрген есімі бар екен, солай бірінші інімнің есімі Төренұр болды. Одан кейін араға ұзақ уақыт салмай, осылай екінші інім өмірге келіп жатыр. Сол кезде ниет еткен Төре Мұхаммед Әли деген есім осы кішкентайға бұйырған екен. Атыңа затың сай болып, бүкіл қазақ елін, өзіңді бүкіл әлемге танытатын батыр да батыл азамат болып өсуіңе шын тілекшімін.